Сөз бен сөз арасында, түбір мен қосымша арасындағы дыбыстардың бір-біріне ықпал етіп, өзгеріп айтылуын, немесе жазылуын үндестік заңы дейді. Үндестік заңы екіге бөлінеді. Буын үндестігі, дыбыс үндестігі. Буын үндестігі сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан, немесе бірыңғай жіңішке болып келуін айтады. Мысалы, әже, инелік, ата, инабат, уақыт. Сөз бен қосымшаның жігінде, немесе сөз бен сөздің аралығында дауыссыз дыбыстардың бірін-бірі өзіне ұқсата әсер етуі дыбыс үндестігі, ассимиляция деп аталады. Мысалы, бізді сөзінде түбір сөз біз жіңішке болғандықтан, оған жалғанатын қосымшаның да д жіңішке нұсқасы келіп тұр. Сондықтан біз оның д жуан нұсқасын алмаймыз. Бізді. Ассимиляция. Латын тілінің ассимикато, ұқсату, ұқсасу деген мағынаны білдіретін сөзінен шыққан термин. Ассимиляция заңдылықтары. Бір дыбыс екінші бір дыбысты дәл өзінде етіп толық игеріп, түгелдей еліктіреді. Мұны тіл білімінде толық ассимиляция дейді. Мысалы, жаса, сөзсе, сөзшең, жұмысша. Бір дыбыс екінші бір дыбысты дәл өзінде етіп еліктірмей, бір жақты ғана игереді. Яғни ұяң дыбыс болса, өзінде ұяң дыбысты қатаң дыбыс болса, өзінде қатаң дыбыстың болуын қалап тұрады. Мұндай құбылыс жартылай ассимиляция делінеді. Мысалы, қазға, тасқа, қыздар, этажға.